Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Бермуд үшбұрышының құпиясы шешілді ме? Адамзатқа 100 жылдан бері құпия болып келе жатқан Бермуд үшбұрышының сыры неде? Бұл видеода сіздермен бірге Бермуд үшбұрышының құпияларының барлығын айтатын боламыз. Бермуд үшбұрышында қандай ұшақтар жоғалып кетті? Қалай жоғалып кетті? Бермуд үшбұрышының сыры неде? Бұл видеода барлығын көретін боламыз. Көпшілік Бермуд туралы видео шығарымды сұраған үшін осы видеоны шығарып тұрмын. Осындай видеолардың шығуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Дайын болсаңыз видеоны бастайық. Бермуд үшбұрышының құпиялары. Нью-Йорк Таймс газетінің мәліметтері бойынша, Бермуд үшбұрышы деп аталатын бұл аймақта соңғы 500 жылда кемінде 50 кеме, 20 ұшақ және 1000-нан астам адам жоғалып кетті. Шығындарды ескере отырып, біз жоғалған континент ретінде білетін Атлантисте осы аймақта жоғалған болуы мүмкін деген ой пайда болды. Осы себепті бұл аймақ тез арада барлық адамдар оның құпияларын білгісі келетін жерге айналды және зерттеушілердің назарында. Бірнеше жылдар бойы құпиясын сақтап келген және бүкіл адамзат не болып жатқанын түсінуге тырысатын Бермуд үшбұрышының құпиясы өте қызықты. Көптеген себептер көптеген жылдар бойы айтылғанмен, шындық әрине ғылыми. Шындыққа келмей тұрып сіздерді Бермуд үшбұрышымен таныстырайын. Майами және Пуэрто-Рико аралдарының арасындағы аймақ Бермуд үшбұрышы деп аталатын жерде судың үстінен өткеннің бәрі жоғалып кетумен бірге құпия күшейді. Шындығында көптеген жылдар бойы жүргізілген зерттеулерге қарамастан, ғалымдар әліге дейін нақты тұжырымға келе алмады. Алайда, дамып келе жатқан технологиямен жүргізілген зерттеулер осы жұмбақты шешетін нәтижелерді анықтады. Алдымен осы жұмбаққа тоқталайық. Кристофер Колумб өз күнделіктерінде бұл әлемге жат емес нәрселердің Бермуд үшбұрышының үстінен ұшып жатқанын айтқан. Бермуд үшбұрышының сыры неде? Бермуд үшбұрышы Бермуд, Майами және Пуэрто-Рико аралдарының арасындағы аймаққа берілген ат. Осы аймақ арқылы өтетін барлық ұшақтардың, кемелер мен реактивтердің жоғалып кетуі бұл үшбұрышты жұмбақ қылуға өте үлкен себеп болды. Бермуд үшбұрышындағы алғашқы құпиялы оқиға 19-шы ұшу кезінде Флорида жағалауына жақын орналасқан Атлант мұхитында 14 экипаж мүшесімен бірге ақш әскери теңіз күштерінің 5 бомбалаушы ұшағы жоғалып кетті. Радиодағы соңғы сөйлесулерде ұшақтардың компастары дұрыс жұмыс істемей қалғаны және ұшқыштардың бағытынан айырылғаны түсінікті болды. Оқиғадан кейін 1945 жылы 5 желтоқсанда жүздеген мың шаршы шақырым іздеулерге қарамастан экипаждың ізімен ұшақтың сынықтары табылған жоқ. Тағы басқа оқиғада айтылуынша 1881 жылы Эллин Остин кемесі саяхаттап жүрген кезде ол иесі жоқ кеме тауып алды. Экипаж мүшелерінің 4-еуі осы кемеге өтіп, кемені сүйреу үшін өз кемелеріне тіркейді. Олар осы жолмен сапарларын жалғастырады. Бірақ біраз уақыттан кейін арқан үзіліп, кеме Эллин Остин кемесінен шығып жоғалып кетеді. Аз уақыттан кейін қайтадан табылды. Бірақ 4 экипаж мүшесі жоқ. Бұл оқиғаның логикалық түсіндірмесін ешкім таба алмайды. Carol A. Deering кемесімен болған оқиға бұл оқиғадан еш айырмашылығы жоқ. Ол да экипажсыз қаңырап, бос күйде табылды. 1918 жылы 309 экипаж мүшесімен бірге американдық кеме жоғалады. Американдық ұшақтар жүргізген бұрғылау ұшу кезінде 5 ұшақ өз бағытын таба алмай қалды. Ұзақ уақыт осылай жалғасқан ұшақтардың жанармай таусылып қалады. Олардың ешқайсысы базаға орала алмады. Осы оқиғалар мен ұқсас оқиғалардың барлығы дәл Бермуд үшбұрышы аймағында орын алды. Жоғалу себептері ретінде әртүрлі көзқарастар бар. Олардың кейбіреулері қисынды, ал кейбіреулерін фантастикалық деп санауға болады. Бермуд үшбұрышындағы ең әйгілі екі құпия оқиға 51 жолаушы мен экипажы бар Star Tiger және Star Ariel атты екі британдық және оңтүстік американдық әуе жолаушылар ұшағының 1948 және 1949 жылдары бір жыл арамен жоғалуы. Британдық журналист Том Мангольдың айтуынша, бұл авариялардың себебі сол кездегі ұшақтардың шыдамсыздығы болды.
Ол бұл оқиғаларды BBC үшін дайындаған Бермуд үшбұрышының ішінде жұмбақтар шешіледі атты деректі сериясында түсіндіруге тырысты. Авария жылдары коммерциялық жолаушылар тасымалдайтын әуе кемелері трансконикалық рейстерді бастаған кез еді. Британдық және оңтүстік американдық әуе жолдары Лондондан оңтүстік Американың батыс жағалауына коммерциялық рейстер ұйымдастырды. Алайда ұшақтарға Атлант мұхитындағы Азор архипелагына жеткен кезде май құю талап етілді. Лондондан Бермуд сапарының екінші кезеңінде Star Tiger Азурс Санта Мария аралынан Бермудқа ұшып бара жатқан кезде түсініксіз проблемаларға байланысты 2000 футтан жоғары көтеріле алмады. Ал ұшақтар көбінесе шамамен 30.000 фут жоғарылықпен ұшады. Бұл жағдай ұшақтың көбірек жанармай жағуына себеп болады деп тұжырымданады. Сонымен қатар мұндай төмен биікте ұшу ұшқыштардың төтенше жағдай кезінде маневр жасауға уақытының болмауына себеп болуы мүмкін. Әрине, әр замандағыдай адамдар ғылым түсіндіре алмайтын оқиғаларды жасырын күштермен алып тіршілік иелері сияқты қисынсыз ойлармен байланыстыруға тырысты. Осы себепті Бермуд үшбұрышына осындай түсініктемелер енгізуге тура келді. Солардың бірі бұл аймақты өзге ғаламшарлықтар үстемдік еткен деп айтылса, тағы біреуі бұл аймақ басқа аймақтың қақпасы немесе кейбір тіршілік иелері үшін жердің қақпасы деп тұжырымдалды. Кейбір ғалымдар ауа райының кенеттен өзгеруі, метан газының шығуы немесе үлкен толқындардың шығуына әкеліп соқтырады десе, тағы басқалары бұл аймақ жердің магнит өрісінде өзгерістер болатын жер деп ойлайды. Бермуд үшбұрышының үстінен ұшатындардың жүйкесін тыныштандыру үшін ғылым әрдайым жеткілікті болмайды. Кейбір ұшқыштар оған кіруден бас тартады. Себебі бұрын-соңды болған жазатайым оқиғаларға тап боламыз дейді. Көптеген құбылыстарды заманауи технологиялар түсіндіре алады. Бірақ бұл әрдайым Бермуд үшбұрышының үстімен ұшып жүргендердің нервтерін тыныштандыруға көмектесе бермейді. Сондықтан аймақтың үстінен ұшпаудың бірнеше себептері бар. Ауа райы болжанбайтын дәрежеде күрделі және қауіпті. Әрине, бұл кез келген жерде болуы мүмкін. Бірақ Бермудтық үшбұрыш өзінің географиялық орналасуымен бірге жер бетіндегі ең күрделі ауа райына бейім. Мұхиттың біркелкі емес қабатынан шыққан толқындары бар. Сигналдар өз-өзінен бұрмаланады. Көбінесе бұл орналасу әртүрлі қиындықтарға әкелетін магниттік ауытқуларға бейім деп айтылады. Яғни пилоттар таңқаларлық ауа райда компастар жұмыс істемей, дұрыс емес координаттармен қарсыласып, не істерін білмей қалады. Бұл ерекше магниттік ауысу көптеген ұшқыштар немесе кеме капитандары үшбұрыштың ортасында жоғалғандығын білдіреді. Өткен ұшқыштардың әңгімелері. Көптеген ұмытылмас хикаялар әлі де өз маңыздылығын сақтап келуде. Жоғалған ұшақтар мен кеме апаттарынан теңіз түбінде ерекше жерлерде түсірілген суреттерге дейін барлығы осы жерде сипатталған. 19-шы рейс. Ешқашан оралмайтын ұшақ. Форт Лодердейлден 1945 жылы ұшып шыққан 5 әскери бомбалаушы туралы айтқан болатынбыз. Бұл оқиға 19-шы рейс деп те аталады. Ол Бермуд үшбұрышында алғашқы жоғалған ұшақ ретінде тарихта қалды. Жоғалған ұшақтар із қалдырған жоқ. Бір қызығы 5 ұшақты іздеуге аттанған 2 ұшақтың бірі жоғалып кетті. Электрондық тұман. Брюс Гернон есімді ұшқыш Бермуд үшбұрышына электронды бұлт кіргеннен кейін 28 минут ішінде ұшақты мүлдем бағыттай алмады деп мәлімдейді. Электромагниттік өрістер кемедегі электроникаға кедергі келтіреді. Бұл барлық бағыттар мен байланыстардың жабылуына әкеледі. Ондаған шақырым тереңдікке түсе алатын роботтардың арқасында зерттеулер бірнеше жылдар бойы жалғасып келе жатқан бұл құпияның себебі мұхит түбінде орналасқан табиғи газ қоры екенін көрсетті. Бермуд үшбұрышының аймағында орналасқан табиғи газ көзі жер бетіне шығып, гидрат деп аталатын ақ қатты затқа айналады. Сонымен бірге бұл аймақта парсы ағыны деп аталатын ыстық су өтеді. Және бұл ағын гидраттарды ерткен сайын гидраттар судың бетіне шыға бастайды. Өйткені олардың тығыздығы судың тығыздығына қарағанда аз болады. Нәтижесінде Бермуд үшбұрышындағы судың тығыздығы төмендеген сайын сол жердегі судың көтеру күші азайып, су арқылы өтетін кемелер тұңғиық түбіне кетеді. Көтерілуді жалғастыратын гидраттар ауаның тығыздығын азайтады. Өйткені олар ауадан аз тығыздыққа ие. Ал ауадан алатын оттегімен жұмыс істейтін реактивті қозғалтқыштар осы аймақтан өту кезінде жеткілікті оттегін ала алмағандықтан төмендеп кетеді. Бермуд үшбұрышы аймағында Атлант мұхитының ең терең бөлігі Пуэрто-Рико траншеясы орналасқан. Оның тереңдігі
8400 метрден асады. Сондықтан терең сулар бұл аймақта апаттық кемелер мен ұшақтардың ізін жоғалып кетуіне себеп болуы мүмкін. Ауа райының кенеттен өзгеруі және осы аймақта күтпеген дауыл тұруы ұшақтар мен кемелердің жоғалып кетуі секілді апаттардың салдары болуы мүмкін. Бір видеоның да аяғына келдік. Видео сіздерге өте ұнады деген үміттемін. Егер видео ұнаған болса, лайк басу арқылы маған білдіре аласыздар. Осындай видеолар шығуы әр апта сайын жалғасатын болады. Каналды көргіңіз келетін видеоларды менің инстаграмыма осы жерден жазуыңызға болады. Келесі бейнелерде көріскенше. Мен Мардан.